Бәріңізге сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Назарларыңызға қазақтың ұлттық тағамдарының бірі әсіптің жасалу әдісін ұсынатын боламын. Жасалу әдісі өте оңай. Етті ассортилеріңізге плюс бір идея деп қосып қойсаңыздар да болады. Әсіп бұл жаңа сойылған малдың іш майын, бүйрек, өкпе тағы да басқа жұмсақ еттерін қарынға немесе бүйенге салып пісірілетін ұлттық тағамның түрі. Мұндай тағамның еті жұмсақ, сорпасы дәмді болады. Менің жағдайымда қойдың ішек қарнын пайдаланатын боламын. Әуелі ішек қарынның қажет емес артық заттарын төгіп, ішектерді аударып, қарынның бүрін тазалап, жақсылап өңдеп жуамын. Ішектер шұбатылып тұрмас үшін өріп аламын. Өру процесі өте оңай. Ішектің екі ұшын ұстап, орап аласыз. Бір қолыммен ұстап тұрып, екінші қолыммен іліп алып, осылай өріп шығамын. Дәл осылай өріп алатын болсаңыз, суға салатын кезде де шұбатылып, сізді әуреге салмайтын болады. Жинақы күйде пісіп шығатын болады. Піскенде де алғанда да ешқандай қиындық тудырмайды. Және де осы кезде тереңдеу шұңғыл ыдысымызға су құйып дайындап алатын боламыз. Қайнауға жақын қалған кезде ішектерді, қарындарды салып бір қайнатып аламыз, бірақ пісірмейміз. Қайнаған суын төгіп тастасаңыздар, осы ішек қарынның иісі, басқа да жағымсыз заттары осы сумен бірге кететін болады. Бір қайнап қаттылау күйге енгеннен кейін сүзіп алып суытамын, ет тартқыштан өткізіп аламын. Араластыруға ыңғайлы болу үшін бірденнен үлкен көлемді ыдысқа салып алғандарыңыз дұрыс болады. Күрішті жуып, сәбізді үккіштен өткізіп алатын боламын. Егер сіз тоңазытқышта сақтайтын болсаңыз, күрішті алдымен бір қайнатып алғаныңыз дұрыс. Сәбізді әсіпке әдемі көрік беріп тұру үшін қосамын. Бұл жерде өзіңізге ұнаған дәмдеуішті қоса берсеңіз болады. Мен тұз, қарабұрыш, кристаллик және салқын су қосамын. Барлық құрамдарды біріктіріп, жақсылап араластырып алатын боламын. Су құйғаннан кейін тұзы кеміп кетуі мүмкін. Оны да жақсылап қарап алуларыңыз керек. Әйтпесе қайнатқан кезде тұзы кем шығып қалуы мүмкін. Суды не үшін қосып жатыр десеңіздер, ішекке салғанда салмасы жүрмей қалмас үшін су қосып қойған дұрыс болады. Дастарханда әдемірек көрініп тұру үшін мен ішекке тығатын боламын және оны бірнеше жерден жіптің көмегімен бөліп алатын боламын. Әсіптерді қазанға салмас бұрын иненің көмегімен осылай тесіп алатын боламын. Бұл дегеніміз қайнау барысында жарылып кетпеуге көмегін береді. Ішіндегі артық ауаларын шығарып алатын боламыз. Қазанымызға дайын болған әсібімізді салып 45-50 минуттай орташа баяулықтағы отта пісіріп алатын боламыз. Көбігін сүзіп алуды ұмытпаңыздар. Әсіптер пісіп дайын болған соң сүзіп алып сорпасын дайындайтын боламыз. Пиязды өзіңіздің қалауыңыз бойынша кессеңіз болады. Сәбіз және картоптарды салып, менде қатырылған осындай дайын тұздықтар бар болатын, соны саламын. Және тұз, дәмдеуіштің кез келген түрін, өзіңізге ұнаған түрін пайдалансаңыз болады. 25-30 минутқа қайнатуға жіберетін боламын. Сорпасы пісіп дайын боламын дегенше мен әсіптерді осылай әдемі көрініп тұру үшін табаға салып қуырып аламын. Күйіп кетпеуін қадағалаңыздар және қолдарыңызды абайлаңыздар. Мінекейіңіздер, құрметті көрермендер, әсібіміз пісіп дайын болды. Ассортиге плюс бір вариант деп айтып жатқан себебі осы болатын. Егерде қыз-келіншектерге пайдасы тиіп жатса, мен өте қуаныштымын. Дәл осылай жасап көріп, келген қонақтарыңызды да, өзіңізді де қуантсаңыз болады. Рецепт ұнаса лайк баса кетіңіз. Мен ұсынған ас дайындау әдістерін жоғалтып алмас үшін менің каналыма жазыла кетіңіз. Каналым өте пайдалы, ал қолдау білдіріп жатқан жандарға үлкен рахмет. Бәріңізге ас болсын.